әрдайым татулықтан көңіл өскен, ешқашан бір-бірінен бөлінбестен, ертеде бір ауылға аңыз болған, бір үйде екі абысын өмір кешкен. Екі әйел тату болған шынында да, жүз шайып ұрыспаған ғұмырда да, телеміп екі ананың ортасында өсіпті еркін ерке бір ұл бала. Өскен ұл өз ақылды арман асыл, көргенде келбетіне тыңданасың, ер жетіп аң аулауға шыққан кезде ажалдан құтқарыпты ол хан баласын. Хан барып өжет ұлды көрмек болған, сый сұрап жігіт өзі келмек бұған, батырдың анасына алғыс айтып, ғажайып сарай салып бермек болған. Қайтарма пейілінен бір хан, қайтару жақсылығын құмарсаған, қайсысы екі әйелдің анасы деп, уәзірден кешіктірмей сұрау салған. Туғалы еш нәрсені бөліспеген, екеуі не істедесе соны істеген, екеуі менің туған анам десе, хан жігіт жауабына келіспеген. Анаңмен уәзір ханға жүр дейді екен, бұл халық татуды да күндей мекен, туғанын екі ананың қайсысынан жігіттің өзі де анық білмейді екен. Бұл жайлы тіс жармаған бәле депті, айтпапты екі әйелді төрелікті, шынында қайсысынан туды екен деп, сол кезде елде гулей жөнеліпті. Бұл сауал қос ананы қапа қылды, жігітте ханға талай апарылды, сыйдан да сарайдан да бас тартып ол жалынды, ханға қой деп жатағыңды. Бір кезде татулықтың өлшемеді, енді ол үй қасіреттен теңселеді, өжет ұл туған әйел қайсысы деп білуге жағдайды хан өршеленді. Бір күні ханның үні жаңғырықты, ел жинап сарай алдын шаң қылыпты, жігіттің қол аяғын байлатқызып, сол жерге екі әйелді алдырыпты. Депті ол, қысқартыңдар бұлдануды, жалындым айтпадыңдар шындарыңды, енді мен екі сарай салғызамда, екіге бөліп берем ұлдарыңды. Екіге хан жігітті шабам депті, айбалта әкелуге адам кетті, сол кезде бірінші әйел мен келсем, жігіттің жарты жағын алам депті. Еңіреп енді бірі заржылаған, бөліске түспесін деп сорлы балам, мен үшін бөлек көрме жер бетінде, құлыным аман жүрсе болды маған. Ол солай қолын жайып алға шықты, көз жасы ақ тілеуге жалғасыпты, босатқан қол аяғын жігіт келіп, сол жерде анасына жармасыпты. Сол жерде толқып кеткен халық қатты, сондана ұлын көріп талып қапты, тағында мәз майрам боп отырған хан қулықпен ұл анасын анықтапты. Шынымен хан бөліске салады деп, үрейден қалған екен бала жүдеп, өлшеусіз мейірім мен махаббатың, өзгеден бөлексің ау ана жүрек.